Бүгінгі таңда адамдар табиғи ресурстарды артық тұтынып, оның шектеулі екенін ескере бермейді. Бұл тек табиғатқа емес, өз денсаулығымызға да зиян. Артық оралған, химикат қосылған өнімдер, бір реттік пластиктер бәрі өмір сапасына кері әсер етеді. Табиғатты қорғау және денсаулықты сақтау әр азаматтың жауапкершілігі. Саналы тұтыну жарқын болашақтың кепілі. Біз қажет пен қалау арасын шатастырып алдық. Жарнаманың жетегінде жүріп, шынайы қажеттілігімізді ұмыттық. Жыл сайын миллиондаған тонна зат қоқысқа кетеді. Ал біз тағы жаңасын іздейміз. Табиғатты емес, тұтынуды өмір салтына айналдырайық. Экранға үңілген көз демалмайды. Ұйқысыздық, қозғалыссыздық, тәттіге тәуелділік бұлар денсаулықтың басты жауы. Ал денсаулық кейін емес, дәл бүгіннен сақталуы керек. Фастфуд уақыт жарақат, ұзақ зиян. Сен өзгере аласың, қарапайым шешімдерден баста. Артық зат алма, әр тамағың денсаулығыңның айнасы. Уақытыңды телефонға емес, өмірге арна. Таңдау сенің қолыңда. Rocking a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Seaplanes beneath my compass, my transport. In a stalemate with the men bars. Rocking a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Seaplanes beneath my compass, my transport. Мен бүгіннен бастап ойланып тұтынуға, денсаулығымды сақтауға шешім қабылдадым. Себебі болашақ дәл бүгіннен басталады. Сен де таңдауыңды бүгін жаса.